Бәріне сәлем. Бүгін сіздермен лагман по-домашнему жасайтын боламыз. Алдымен қазанға май құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға етті салып қуырып аламыз. Еттің суы тартылып осылай қуырылу керек. Одан кейін бүкіл көкөністерді қосып қуырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш және басқа да дәмдеуіштер қосып араластырамыз. Томат қосамыз және суды жеткілікті түрде құйып, бір қайнатып алғаннан кейін астын баяу отта 40 минутқа қоямыз. 40 минуттан кейін осылай картопты және зеленді қосып, тағы да 20 минут қайнатамыз. Сорпамыз дайын. Қамыр созу үлгісін бөлек видеода көрсеткенмін. Оның сілтемесін дәл осы видеоның астында қалдыратын боламын. Қарап көріңіздер.